Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай кереметтей өте жұмсақ болып шығатын пирожкидің духовкада жасалынатын жолымен бөлісетін боламын. Ал бастайық. Алдымен жылы сүтке 1 шай қасық дрожж, 1 шай қасық тұз және де 2 шай қасық қантты салып араластырамыз. Жақсылап бір араластырып жіберіп, одан кейін 1 жұмыртқа және де ерітілген сары майды салып, оны да бір араластырып аламыз. Егерде сары май жоқ болса, оны орнына сұйық майды қосуға болады. Жақсылап араластырып, үстіне ұнды саламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп салған дұрыс. Сол кезде қамырыңыз тығыз болмай, жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін пищевая пленка немесе целлофанмен жауып, сыртын орап, жылы жерге күннің көзіне қойып қойсаңыздар да жақсы көтеріледі. Менің қамырым 1,5 сағатта көтерілді. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осындай воздушный болып көтерілді. Енді осыны көз мөлшермен бірнеше бөліктерге, бірдей бөліктерге бөліп, өзіміздің ұнайтын формамен пирожкиларымызды дайындайтын боламыз. Барлығын домалатып, әдемілеп осылай қойып алдым. Ортасына салмасына осындай картоп пайдаланамын. Қамыры көтерілгенше пісіріп, осылай дайындап қойған болатынмын. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, негізі кез келген салманы салуға болады. Бұл қамырға мысалы капустаны қолдансаңыздар да болады. Мен осындай формамен барлығын жасап шықтым. Сіздер өзіңізге ұнайтын формамен дайындай берсеңіздер болады. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа осындай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Қамыры да жасалу жолы да өте оңай және де жеңіл, майға қорғаннан гөрі осындай духовкаға пісірген пайдалырақ болады. Міндетті түрде дайындап, маған комментарийге жазып кетіңіздер, қалай шыққанымен бөлісіңіздер. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Алдада жақсы видео рецепттер салатын боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.